Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен борщ жасайтын боламыз. Егер де менің рецепттерім сіздерге ұнайтын болса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Борщ жасау үшін бізге картоп, капуста, свекла және ет керек. Соларды турап аламыз. Етті турап қойдым. Капустаны турадым. Қазанға сұйық майымызды құйып алып, қыздырамыз да етімізді салып қуырамыз. Ет менде тұз алмаған свеж ет болғандан тұз саламын. Пияз мен болгар бұрышын салам. Сәбіз бен картоптарымды салып қуырам жақсылап. Үйде жасалған соусты салам, томатный. Свекламды салам. Туралған капустамды салып, оны да қуыратын болам. Дәміне қарай бұрыш, тұз салам. Капустамызды шамалы қуырылғаннан кейін үстіне қайнаған суымызды құйып, баяу отқа қайнауға қойып қоямыз. 50 минуттай. Пісті сорпамыз міне. Борщымызды ыдысымызға құйып бере беруімізге болады. Астарыңыз дәмді болсын, достар. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.